Оразаға санаулы күндер қалды. Ауыз ашарға не жасаймын деп отсаңыз, дәл осындай екі түрлі майсыз қуырмай-ақ өте дәмді, пайдалы тіске басар дайындайтын боламыз. Өте оңай жасалады. Пайдалы парақшама тіркеліп алыңыз. Картопты алдын ала пісіріп, осылай езіп, үстінен кукуруз крахмалын, тұз бұрышын салып, араластырып, осылай кішкене бөліктен аламыз. Ортасына кішкене бөліктен кесіп алған сырларымызды салып, осылай барлығын домалақтап шариктер жасаймыз. Екіншіге бізде наггетси болады. Тауықтың төс етін ұзыншалап турап, үстінен тұз, бұрыш, паприка, чеснок және сұйық май құйып араластырып маринадқа қалдырамыз. Оған дейін бір жұмыртқаны араластырамыз. Оған картоп шариктерін аунатып, одан кейін панировочный сухариге аунатып барлығын дайындап аламыз. Менде осылай сары түсті панировочный сухари. Жақында ғана осындай сенсорлы экранды ДСП-ның әдемі аэрогрилін алған болатынмын. Бірден оспан салып 20-25 минуттай картофельді фри пісіретін функциямен пісіріп алдым. Тез арада осылай пісіріп береді. Ал енді наггетсімізді бірінші ұнға, одан кейін жұмыртқаға, оны да панировочный сухариге аунатып, аэрогрилге салып 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ешқандай қуырудың қажеті жоқ, майсыз, осындай пайдалы, керемет ауызашарға тіске басарлар дайындайтын боламыз. Міне көргендеріңізде өте керемет, осындай қытырлап, әдемі болып шықты. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осындай аэрогрилде өте керемет болып шығады екен.